сабағымызды бастамастан бұрын шаттық шеңберін айтып жіберейін. Амансың ба, алтын қыз? Амансыз ба, ер ана? Сәлем саған, балабақшамыз. Қайырлы таң, достарым. Қайырлы таң, достарым. Сендерді көргенде қуанам. Қанекей жүріп, сабағымызды бастамастан бұрын мен сендерге жұмбақ жасырамын. Аппақ ақ мамық, жерде жатыр тапталып. Ол не екен бала? Қар. Балалар, дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Балалар, қар қай кезде болады? Қыста. Дұрыс айтасыңдар, қар қыста болады екен. Қазір мен сендерге қыс мезгілін белгілеймін. Қызығақты видеоларын көруге ұсынамын. Ар, жапалақтап қар жауар. Көрдің бе, әдемі қар жауып тұр. Өйткені бұл қыс мезгілі. Келесі ыс, қызыққа толы қыз. Қарашы қандай әдемі сурет. Балалар қызықтап, ойнап жүр екен. Ар, қар атысты балалар. Балақай, сен де қар атысы ойнағанды ұнатады деген ойдамын. Ла, балалар соқты аққала. Сен де аққала соғы ойнап жүрген шығарсың. Осы менің бұн ұйқастарымды үнемі қайталап, тіліңді жаттықтыруды ұмытпа. Тапсырмаға назар аударшы. Аққаланы ретілігі бойынша орналастыр дейді. Кәне сен аққала жасағанды ұнатасың ғой. Бәне бірге айтайықшы. Ойлан, дұрыс айтасың. 3 деген сан бірінші тұру керек екен. 1 деген сан 3 дегеннің орнына тұру керек екен. Содан кейін 2 деген сан 1-дің орнына тұру керек, дұрыс айтасың. Ал соңында тұрған 4-ші дегеннің орнына 3 деген санды қоямыз, е? Ал соңғысы қандай сан келу керек? Дұрыс балақай, 2 деген санның орнына 4 деген санды қоямыз. Сөйтіп біз аққаламызды әдемі, бас киімімізді кигізіп, мұрнына сәбіз тағып, 2 көзіне көмір салып, кішкентай көмірлермен оны ары қарай аузын және түймелерін безендіріп қояды екенбіз. Мойнағаш тағып қойсақ, аққаламыз өте керемет болады. Міне балақай, бұл тапсырманы сен жақсы орындадың. Суреттердегі айырмашылықты тауып көрші. Кәне мұқият қара. Жарайсың, кәне табайық. Бірінші суретте қызды көріп тұрсың ғой, қызыл бас киім киген, я? Шашына назар аударшы. Дұрыс. Мұның бірінші суретте шашында шашы өрілмеген, қысқа екен. Екінші суретте шашында өрім бар. Ал аққаланың жоғарғы суреттегі шелегінде гүлдің суреті бар. Астында гүлдің суреті жоқ екен. Ал анау артында тұрған баланы көріп тұрсың бе? Оның бас киімі 2 суретте 2 түрлі, байқадың ба? Жарайсың. Ал мына қасында отырған аққаланың аяғына шаңғының біреуін кигізіп жатқан бала, жоғар жақта 1 шаңғы ғана, ал төменгі суретте 2 шаңғы екен. Сонымен қатар баланың қасында шаңғының 2 таяғы бар екен. Ал төменгі суретте 2 таяқ оң және сол жақта жатыр. Тағы не көріп тұрсың балақай? Дұрыс айтасың. Аққаланың түймелері жоғарғы суретте 3 болса, төменгі суретте 4 екен. Жарайсың балақай, сен өте қырақ екесің. Кәне тағы не көріп тұрсың? Қарашы. Бірінші суретте жоғарғысында қыздың артында тұрған, алыста тұрған қалаларды көріп тұрсың ғой. Сол жерде ортадағы көп қабатты үйлер жоқ екен астыңғы суретте.
міне балақай, жарайсың сен барлығын дұрыс тауып, айырмашылықтарын ажырата алды деген ойдамын. Жапалақтап жапты қар. Кәне айтамыз. Жапалақтап жапты қар. Мінеке қыста балалар қандай ойын ойнап жатыр? Қараңдаршы. Қандай ойын ойнап жатыр? Қар балалар ойнап жатыр. Қалар мінеке. Коньки, шаңғы теуіп жатыр мінеке. Мына суреткен суретшінің қатесін тағайықшы. Балалар, қыста қол шатыр ұстаймыз ба? Қол шатыр ұстамаймыз, дұрыс емес. Қыста ағаштар болады ма? Гүлдеген ағаштар болмайды қыста. Дұрыс емес суреттерді міне алып тастадық. Ағаштың орнына не болады екен? Елка болады. Дұрыс айтасың. Біз қарды, аққала салу үшін қарды дайындап аламыз да, одан кейін екінші қарды қосамыз. Үшінші аққаланың бәрін жинап, қалпағын кигізіп, екі көзін салып, екіншінің орнына, төртіншіде тұру керек, суреттерді орнына дұрыс орналастырдық, біз? Жатыр, аққала салып жатыр, аққала салып жатыр, жоғарысында. Суреттің өзгешілігін айтып берші. Аққаланың бірінші несінде басында гүлі бар. Астыңғай ойнап жатыр, дұрыс айтасың. Аққала жасап жатыр, Мына өзгешісін аққаланы соғып жатыр, Енді не істеп жатыр болар? Аққаланы соғады. Аққаланы жасады, Аққаланы соғады қыста. Далада ойындар ойнайды міне қыста. Шығарып, сергіп өстерін жасап жіберейін. Айтамыз. Далада қар борайды. Ақ мамыққа орайды. Мұз болады, қатады, жып-жылтыр боп жатады. Ақ мамыққа орайды. Мұз болады, қатады, жып-жылтыр боп жатады. Жарайсыңдар балалар. Аяғымызға етік, қолымызға шар, қолымызға қолбақ. Кәнеке бәрін істейші. Кәне. Куртка. Кәнеке өсір. Және аяғымызға шар, аяғымызға қар жауды жасаймыз, кәнеке мінеке, қар жасаймыз. Жапалақтап қар жауды міне, қар жасаймыз міне. Қағазды умаждауға мінеке. Енді бол, умаждаймыз қағазды міне, умаждаймыз. Қар жасаймыз қазір. Қар, снег. Қар жасаймыз міне. Умаждау арқалы қар жасаймыз. Жамылыпты ақшатыр, біздер жылдам киініп, атып шықтық аулаға. Ақ қар қапты үйіліп, ақ мамықтан аумаған. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ақ мамықтан аумаған. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ақ мамықтан аумаған. Қыз ызғарын сыйлады, не
жасап болдықтар ма? Жауып тұрған қар жасап. Енді балалар, осы қар еріп қалмастан бұрын тезірек кәнеке ойын ойнайық қарменен. Ойын ойнайық. Ойын ойнаймыз ба? Мен сендерді қазір қарларды жинап, ерместен бұрын тезірек ойын ойнайық. Жүріңдер. Жақсы, бәрін жинап алдым. Қазір қар ерместен бұрын қанекей тезірек қазір ойын ойнайық. Мен мына қарларды шашап, сендер тезірек жинаңдар. Қанекей, жинаймыз.